ежелден қонақжайлығы мен дастарханның молшылығы мен ұлттық тағамдардың дәмділігімен танылған халықпыз. Сондықтан бүгінгі ұлттық тағамдар кішкентай аспазшылар атты байқаудың басты мақсаты ұлттық тағамдарды дәріптеп, оны құрметтеуге, мақтан тұтуға үйрету. Бүгінгі сол байқауға біздің кішкентай аспазшымыз Ая мен оның анасы Тоғжан келіп отыр. Қош келдіңіздер. Енді бірінші кезеңнің тақырыбы ол кішкентай аспазшы шебер қолдар деп аталады. Бұнда дайын қамырдан бір ұлттық тағамды ұсынуымыз қажет болады. Өзіңіз қандай ұлттық тағамды осы қамырдан дайындайсыз? Мен дайын қамырдан қазақтың ұлттық тағамы бауырсақ дайындағым келеді. Бауырсақ дастарханның, қазақ халқының берекесі болып саналады. Иә, дұрыс айтасыз. Ендеше дайын қамырымыз дайын. Осыдан Ая көмекшіміз екеуміз бауырсақ дайындаймыз. Бүгін қызымыз екеуміз бауырсақ пісіреміз. Өзімізге керек заттарымыздың бәрін жинақтап алдық. Қазір қазақтың ұлттық тамағы бауырсақ дайындаймыз. Анасы, мен саған көмектесемін. Жарайсың, қызым. Қамырымыз дайын. Енді қызым саған қатты кескен заттар болмайды. Сондықтан мынандай қалыптармен бауырсағымызды әдемілеп, пішіндеп жаямыз, кесеміз. Кел қызым, мына кішкентайын ұстап, былай әдемілеп маған көмектес. Міне өте әдемі пішінде. Майымыз қызыды, енді бауырсағымызды саламыз. 2 жарым қызартып аламыз. Бауырсағымыз қып-қызыл болып пісті. Енді бауырсағымызды дәміне одан сайын тәтті дәм беретін ұнтақ сеуіп әрлейміз. Дәмді ұнтақ себеміз. Себебі көмектесеміз анаңа. Қандай дәмді? Дәмді бауырсақты сіздерге ұсынамын. Дәмін көріңіздер. Рахмет. Дастарханның берекесі бауырсақ деп тегін айтылған. Қандай дәмі, бал үйірленді. Дәмді. Дәмді екен. Енді біздің берекелі дастарханымыздың үстінде сүзбе, тарыл, талқан, құрт, осындай қазақтың тағамдары тұр. Енді осыдан өзіңіз қандай композиция ұсынасыз? Мен әуелі сүзбеден құрттың қалай жасалу керек жолын көрсетемін, қызым. Бұл сүзбеден тек қана ащы құрт емес, дәмді, қайнатылған құрттарды жасауға болады. Алдымен сүзбемізді алып, оған кішкене дәм кіру үшін тұзбен араластырамыз. Араластырып, 2 қолымызбен әртүрлі пішінде құрттар жасаймыз. Ая, саған құрт жасаған ұнайды ма? Әрине ұнайды. Ой, ұнаса, онда жасай ғой, анаңа көмектесіп. Қыз бала деген анаға қарап көп нәрсені үйренеді. Ая деген күнделікті қыздармен ойын барысында да қонаққа шақырып осындай дастархан әзірленгенді өте жақсы көреді. Бұл сіздің үйге қонақтың көп келетінін білдіретін сияқты, солай ма? Әрине, Ая үйде де, ауылда атасы мен әжесіне де көмектеседі, осындай құрттарды да жасайды. Қайнатылған құрттарды өте жақсы көріп шаймен ішеді. Жақсы, ауылда барлық төрттіліктің барлығы бар. Ая, сенің атаң мен әжеңнің үйінде қандай үй жануарлары бар? Сиыр бар екен. Бұзау,
Tavuk. Солар бар ма? Ya. Жана сүзбеден қолдан құрт жасадық, және сүзбені бая отта майға қыздырып, қызарғанша оған түрлі дәмдеуіштер қосып, осындай қайнатылған құрт жасауға болады. Оны тіске басар, және одан да түрлі құрттар жасауға болады. Ая жасай ғой, көмектесе ғой қызым. Бірлесіп, бірге біріккенше қолмен қатты сықылап жасайсың. Міне, құртымыз бәрі дайын қызым. Енді не жасасақ болады? Anasın, anne kişi zasayız. Жақсы қызым, онда киіз үйге керек заттардың бәрін алып, киіз үйімізді бірге әдемілеп жасайық. Жарасты. Ал, кіріске сәт. Тепкен құрттарымызды аламыз. Киіз үйді. Киіз үйдің безендіреміз. Anasın, qanday әдемі болып шықты. Я, қызым, өте керемет жасағансың. Тамаша екен. Ал Ая, мына жерде мына қоңыр қызыл құрттарды не себептен қойдың? Есігі. Шаңырақ. Киіз үйдің есігі екен, де? Мынау шаңырағы. Шаңырағы тамаша. Оның жасаған киіз үйін енді әдемі тәтті жемістермен жан-жақтарын безендіріп, мысалы мандариннен күн көзін жасайық, алмадан қызғалдақ жасайық, кибеден шөптер, кенжайлау жасауға болады. Қызым, енді екеуміз сырттарын бірге ашып, киіз үйдің жан-жағын бірге безендірейік. Ая, мына жерде сен жемістер турап қойған екенсің. Енді не жасайсың? Күн жасаған. Ал, жасай ғой. Күн. Мынау күннің жасақтары. Мынау қызғалдақ. Анадан бұқтар жасадым. Мынау күннің жасақтары, мынау қызғалдақ, мынау қызғалдақтың жапырақтары, мынау жапырда, Шөптер асыл, е? шөптер, мынау қызғалдақ, мынау шөптер. Керемет екен. Ортасында Ортасында киіз. киіз. Ақша бұлттар екен, е? Ақша бұлттар. Бәсе, жаңа сағатқанда айтып жасап жатырдың. Өте тамаша мамасы. Анасы, сіз не қосарсыз? Біз бұл жасаған киіз үйіміз, мысалы, күн бейнеленген, біздің аспанымыз ашық, күнде осылай жарқырап жүре берейік деген бағытта. Киіз үй, мысалы, шаңырағымыз шайқалмасын, берік болсын деген. Мысалы, киіз үйдің ұстап тұрған уығы мен керегесі бәрі келіп шаңыраққа біріккенмен олар бір үлкен белгіні білдіреді. Киіз үй негізі бұрынғы ата-бабаларымыздың ең берекелі қазақтың сондай үйлерінің бірі болған. Анасы, осы жердегі тағамдардан сіз қандай тіске бастар дайындар едіңіз? Мен осы жердегі тағамдардан сүзбеден және оған мүйіз араластырып, тәтті айран араластырып, тіске бастар дайындар. Десерт. Таңғы асқа, е? Я, таңғы асқа да және құнарлы, өте пайдалы денсаулыққа. Жақсы. Біздің тіске басарымыз дайын болды. Енді бетін әрлейміз. Осындай қазақтың ұлттық оюымен, оның бетіне талқанмен илеуіштен өткізіп, осы оюды безендіреміз. Ою қазақтың рухының белгісі.
Енді екінші кезеңіміз қызықты тапсырмалар. Бұнда Ая, қазір мен сенің ойынның атауы қандай тағам екенін ажырату керексің. Қазір мен сенің көзіңді жабамын. Сосын сен иісін иіскеп, дәмін татып, қандай тағам екенін ажыратасың. Түсінікті ме? Жарай ма? Ал, қазір көзіңді жабамын. Сен иіскеуге болады, әрі дәмін татуға болады. Жарай ма? Иә. Ая, қарашы, ішінен алып, аузыңа салып, дәмін ажыратшы. Банан. Банан, жақсы. Алма, ашпа. Мандарин. Қандай тағам екен? Үмітек. Дәмі қандай? Шықылдау. Қышқылдау ма? Ал. Бұл ашы. Бұл құрт. Жарайсың. Көзіңді ашуға болады. Ая, қазір біз азықты ажырат деген ойынды ойнаймыз. Бұл ойында ұлттық тағамдарды, осы тағамдардың ішінен ұлттық тағамдарды ажыратып қою керексің. Жарай ма? Бешбармақ. Ия, қоя ғой. Бауыр. Ала ғой, бешбармақ. Ұлттық тағамға жатады, дұрыс айтасың. Бешбармақ ұлттық тағам екен. Тағы да Бауырсақ. бауырсақ ұлттық тағам, дұрыс. Қазы. Қазы ұлттық тағам, дұрыс. Көже. Ая, осы ұлттық тағамдардың ішінен қандай тағамды сен сүйсініп ұнатасың? Бауырсақтың. Көже. Сүйсініп жейсің, иә? Жарайсың. Бұның бәрі пайдалы екен. Енді Ая, тағы бір ойынымыз бар. Ол ойын пайдалы және зиянды тағамдарды ажырату керек. Мына жердегі суреттерге қарап, көріп тұрсың ба, күлегешті. Соларды сен пайдалы, зиянына қарай белгілейсің. Мына жердегі сары түсті алып, бояуды белгілей ғой. Мынау пайдалы. Не ол? Алма. Алма пайдалы. Анасы үшінші кезең дастархан сәні деп аталады. Енді сіз жаңағы ұсынған тағамдарыңызды дастарханға әдемі қылып ұсынып дайындау керексіз. Ая, қалай? Анаңа көмектесесің бе? Әрине көмектесемін. Ендеше осы ақ дастарханды әдемі етіп, сәнін келтіріп жасаған тағамдарыңызды ұсынып қойыңыздар. Дастарханды әзірлемес бұрын дастарханның бетін әдемілеп қылып жаямыз. Қазіргі заманауи қылып салфетканы осылай майлықты аламыз. Әдемі күштен өткіземіз. Осылай тарелкаға қойып, адамдардың алдына осылай ұсынамыз. Ая, енді анаңнан көрген қайталап жасай ғой. Рахмет. Дастархан өте берекелі, әдемі кең дастархан болды. Аяға да ақтан ауыз тигіз. Рахмет анасым. Ұлттық тағамымыз дастарханның сәні болып, ұрпақтан ұрпаққа жалғаса берсін. Енді бүгінгі байқауға қатысқан Ая қызымыз әлемге танылған қазақтың тағамдарын паш ететін жақсы
аспазшы болсын деген ниетпен үздік аспазшы тәжін кигізуге рұқсат етіңіз. Ая әлемге танылған аспазшы бол. Осылай бүгін біздің байқауымыз тәмам болды. Қатысқаныңызға үлкен алғыс білдіреміз.